Менің биыл кішкентай қызым қыздар медресе колледжін бітіріп, Нұр Мүбаракқа балы жетпей қалды. Сонымен Кентаудағы қарилар орталығына барып, сонда барып бір жыл құры жүргенше сол лучше Құран жаттайын деп кетті. Сонымен ол жерде оған түсіндіріп айтады, бұл жерде бір жылдан көп уақыт кетеді. Зато Құранды жақсылап, әдемілеп, пысықтап жаттайсың, ешқашан ұмытпайтындай жаттайсың, оған кемінде 2-3 жыл уақыт кетеді деп айтты. Сонымен қызым хабарласады маған, анашым сондай мен ол жерде 2-3 жыл уақыттай болатын сияқтымын деді. Мен не дедім? Пожалуйста дедім, қазір жассың дедім. Жас кезінде Құранды әдемілеп пысықтап жаттайтын болсаң, оны ешқашан ұмытпайсың дедім. Сенің биыл қызыма қызын аламыз деп келген болатын, мен берген жоқпын. Мен айтып жатырмын да, сенің ол жақта, сол жақта жүріп Құран жаттағаның мен үшін қауіпсіздеу, сен үшін де қауіпсіз, чем күйеуге тигеннен көрі дедім мен қызыма. Күйеуге тисең мен уайымдаймын, қандай жерге тұрмысқа шықтың деп, күйеуге тиіп қауіпті болғаннан гөр, күйеуге тимей сол жерде қарилар мектебінде Құран жаттағаның мен үшін қауіпсіз, сен үшін де қауіпсіз дедім, я. Енді менің сол кішкентай қызым дүниені ойламайды да. Мысалға, өткенде айттым, сен адамдарға Құран үйретсек, сабақ ашып, бір 5 мың теңгеден Құран үйрет десем, мен Құранды сатпаймын деді. Сонымен ұстаз бол, жаңағыдай үлкен мешітке барып ұстаз бол, жаңағыдай енді мешіттерге кіреді ғой десем, қазір емес деді. Мен ойлаймын да, неге мысалы бұл жерде де ертең қарилар мектебінде де 2-3 жыл жүріп жаттайды, Құранды әбден жаттайды. Неге менің қызымның дүниеге деген потребность жоқ? Неге менің қызым дүниені ойламайды деп өзім кішкене зер салып қарадым да. Оказывается, ойлап қарасам, менің қызымның кішкентай кезінде бүкіл потребності жабылған екен. Ол жақсы киінді, жақсы, бір өзім болсам да мен балдарымнан ештеңе аяған жоқпын да. Жақсы ішті, от души киінді, қызымның бүкіл потребності жабылғандықтан қызым дүниені ойламай, осы Құран жаттауға еркін кіріп кетті да. Менің түсінгенім, көбісі қыздарын осындай жолға бергісі келеді, бірақ қыздар тыңдамайды, қашып кетеді, орамалын шешіп тастайды. Менің түсінгенім, кішкентай кезіңізде қызыңыздың бүкіл потребності жабылған болса, қызыңыз дүниеге деген қызығушылық болмай, мына жолға өзі түсетінін мен өзімнің қызымнан байқадым. Сол үшін қыздар, кішкентай кезінде қыздарыңыздың бүкіл потребностін жауып беруге тырысыңыздар.